Короче, вызов тастағыштар. Енді дұрыстап ойланып, асықпай вызов тастаңдар. Машинаға уже стейдж 2 қойылды. Даунпайп жасаттық. Коробка стейдж 2. Осы даунпайптың арқасында дауысы да өзгеріп кетті қазір. Қазір бұл машинада 800 аттың күші бар. 100-ге дейін қанша жүретін көреміз. Алдында стейдж 1-дің өзімен біраз машинаны жазалағанбыз. Дауысын естисіңдер ме, қараңдар. Ойбай! Короче, даунпайп не новый. Бір жарым ай күттім осыны бар ғой. Түсер. Базарға келдік. Бұлай тегізе салсаңыз болып қалады. Масаны өлтіремін. Иә, тоқпен, мысалы. Неше түрлі бар. Жаңа мен шляпам қайда? Но вентилятор. Қараңдар. Регулировать етіледі. Бетке ұрып тұрады осылай. Күшті, иә? Неше түрлі түсі бар. Я пластилин. Осы пластилинмен свидание жасайын деп отырмыз. Я фигуркалар істейміз, мынандай. Ботаға мынандай алып жатырмыз. Жатып алып. Мынаның ішінде неше түрлі бар. Екінші этажда құрылыс заттары. И бала шағаға ойыншықтың көкесі. Ертең бір балқашқа ма, Алакөлге ме барып қайту керек болып тұр ғой, срочно. Зачем? 5000 теңге. Ладно, что-то подпиши, купите себе. Мама, мамочка моя. Сен мамасың кеше тикток салып қойыпсың ғой. Еще сырғасын көрсетіп қояды ғой. Қойшы прикол. Мен келген сайын 3 автомат түседі бізде. Енді олжас кеш айтып қалдым. Апау, үйге кірмейсіз ба? Мына жігіт жүр үйде. Шаршап кеттіңіз ба? Бірінші этажға мінем дегенше. Мына ақ жолдың аяғы мен сіздің аяғын салыстырайық. Қараңыз. Не істеп жүр мыналар үйде? Вальс билеп жүр ма, не істеп жүр? Table, yes? Brother, table? This is called a table. Олжас көрсетпейші дастарханды. Неге? Дастарханында үлкен дастархан ол. Жарайды, ішіне етпейді. Бәрімізді осылай ғой. Қалған ішіне қайыра саласың да? Қай жағын қайрамыз? Қайырса ішіне қай жағын қайырамыз дейді ғой. Екі ақ жағы бар ғой өзінің. Внимание қылдырсың. Аузына сиын ба? Мынандай кнопка бар менде үйде. What's your name, brother? My name is Олжас. So what do you do for a living? I am blogger. You post videos on Instagram? Instagram, YouTube, TikTok. Саған сұрақтар қойды, сен жауап берші, барынша білейін. Алтынша ма? Yeah. What's up? Қалай? What's up? WhatsApp? Не WhatsApp? Tip, how are you? I'm fine, сен көй дейтін бет. So what do you do for a living? So do you have a dreaming future? Не айтты? Оқу керек екен досым негізі. Басқа жоқ ой, нормально, айтшы. My name is деп айтсайсың. Do you have hobby? Хобби? What do you do in your free time? Кітап оқыған жастар. Ағылшынша досым, 10 машина санай айтып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жоқ, ағылшынша оңға дейін қарасындай алады екен дейді. Part дедің ба? Which part of the Kazakhstan? Қазақстанның қай бөлігі? Солтүстік Қазақстан. South Сауыт. Не, жұртылып атсың үшін. Жылдан нәрсе айтқан жоқсың. Маған звондайсың ба? Маған звонда. Сөйтеміз, а? Иә. Давай. Давай маған звонда. Мен саған звондаймын. Мен кетіп қайын ба? Адамдар білмей қалады ғой. Сөйтейік. Сен бірақ тұр берме, я атыңды өзгерт, я, мам. Атыңды өзгерт жарай ма? Басқа бір жақта амандай. Давай. Қазір біздің кезекті жеңімпазымыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Атыңыз кім болады? Атыңыз кім болады? Айгүл. Айгүл. Қай қаладан боласыз? Қызылорда. Қызылорда. Сіз бізден ағылшын кітап алып бердіңіз? Иә, алғам. Олжас хансыз ба? Иә, Олжас ханмын ғой. Олжас хан. Нашы сіздің даусыңызды естіп. Кітапты қай мақсатта алып едіңіз? Үйренейін деген сол. Ағылшынша бір-екі сөз айтасыз ба? Не үйрендіңіз мысалы? Енді ғана ашып атқам. Енді ашып аттыңыз ба? Вообще бір сөз де білмейсіз ба сонда? Ұмыт қалдым просто кішкене анада. Қобалжып тұрмын қазір айтырмын. Сіз 20 мың теңге ұттыңыз, соны айтайық дегенбіз. Ой, рахмет. Каспий нөмірін жіберген ба? Иә, Каспий. Мен Каспийім жібере салыңыз, мам. Это шутка, ойбай, ойлап қалмасын құрсын, бізде ақша беріп жатыр. Олжас сендерге 20 мың берсе, маған 100 мың береді. Стоп. Соңғы адам. Телефонымды өшіп қойдыр. Соны айттым. Бір ақша жоқ.
Не қыл деп отыр мынау. Айтады саған. Соткамды түсіріп алмашы, брат, ақша жоқ менде дейді. Жоқ деп айтуға болмайды. Әзірше болмай жатыр бе. Машина Алматыға жарысқа кетіп барады. Районный яма, подсережа. Ал Еркебұлан, тағы кімдер бар? Дайындала беріңдер. Мен көлігім дайын, бір қызық шоу болайын деп тұр. Кім женет деп ойлайсыңдар? Ешкі ашулы, өте қатты ашулы. Бүгін стейдж 2-ні жасатып шығардық. Қазір Алматыға шықтық. Жанымда әйелім бар. Команда болып шықтық. Короче, мен де вызов тастағандарды сәл орындарына қойып қайтайық. Жазалап. Ал Астана. Күн жанып тұр Астанада. Алматыда қалай погода? Бұл қыз не үшін баратқан білмеймін. Қолдау ретінде бар жатырмын. Главный қолдаушымын ғой жан. Сен менсіз барсаң ұтылып қаласың. Короче, 2 операторды алып алдық. Ютубқа четкий видео шығайын деп тұр. Бұйыртса. Сен Алматыға барғасын жоқ болып кетіп жүрмендер. Бізде уақыт жоғалтып жүрмейін сендерге. Давай просто без слов докажем действиями. Құтты болсын, красавчик, брат дегенше. Алматыдамыз. Готовьтесь, ребята, мы порвем вас. Жігіттер дайынсыңдар ма? Қыз дайын болса біз дайын. Что там Алматыдағы вызов тастағандар қайдасыңдар? Что-то естілмей жатыр ғой дауыстарым. Менің мынандай командам жоқ қой видео түсіретін. Что там? Құтты болсын, красавчик, брат дегенше. Брат болын, братым ғой негізі. Красавчик я. Тұлпар құтты болсын, бәте. Мынау қайын адамның жаңа машинасы. Қалай боты? Ё-моё. Новый Чанган. Отырғанда экран өзіне бұрылады екен. Іштің қарадыңдар сай. 999. Йогурт. Папамен жарысам ғой деймін, Звони орын. Конечно, урыс қой мынау. Вообще арықтау не болып отыр вообще? Арықтауымыз ба? Конечно. Спор не болды, спор? Кәне, мен де тарта аламын ғой ішімді. Кетіп пап, жылжиық. Қорқынышты түсерің ба? Қорқынышты түсерің дейді. Машиналардың барлығының қорқынышты түсі келді Алматыға. В общем, жарысқа қызу дайындық болып жатыр. Мерсқа жаңа резиналар қойып жатырмын. Өзінікін уже шаршаттым. Әйтпесе Michelin Pilot Sport 4S деген тұр ғой. Бұның да бағасы арзан емес. Қазір мынаны қойып жатырмын. Су жаңа резина, арнайы жарысқа арналған. Жаным тұрың қараш. Үмітімді ертең ақтасам болды главный. Ей, жаным. Вызов тастаған Еркешке келдік. Машина сақадай сай тұр. Жүргеттік. Көрейік қазір. Машинаның резинасын ауыстырдық. Міне мына Porsche. Мынау соперник біздің. Мен жүгіріп жарсам ғой мен. Кәп кішкентай қоя. 911 карьера 4 дейді. Нөмірде 911 екен. Қалайсың? Ұзақ қалай? Сен ба Еркебұлан деген? Мен ғой Еркебұлан. Че там, кеше қайда жоқ болып кеттің, Кеше машинамды дайындадым ғой мен. Сенде шанс қалмас үшін конкурс құдай қаласа. Машинасы дайын емес, еще вызов тастайды. 1-4-ті не знаю, но жүзгенің сенген тез жүріп тұр. Қанша? Страшно жүріп тұрады. До того кеше дөңгелек брат, жыртылып кетті ғой, қат жүргеннен. Что айтады? Тағы бір қайталашы. Кеше дөңгелек брат, жыртылып кетті ғой, қат жүргеннен. Қорқып отырмын жода. Білмеймін қазір. Қандай келісімдер болатын. Ойбай, сен ойласың ба, типа мен саған, брат, ұтыласа ақша беремін деп айтады деп ойласың ба? Жоқ ей, брат. Мен ақшаға сатылмаймын, родной. Сен де бірақ өткен ініңнен ұрысына ұтылып қалдың ғой сен? Реально ұтылдың ба? Реально атылдым. Қызық болайын деп тұр, не болса да. Мынау, короче, кәдімгідей жанына машинасына настройка жасайтын адамды алып барады. Тренерімді алып барам дейді. Ақша құйып жатыр мына машинаға. Бүгін бұл да резинасын ауыстырыпты. Новый ма мынау? Новый ғой, новый. Енді сегізақ бір жыл жоқ, брат. Ақырын жүреді ғой, ақырын жүреді. Салон әдемі екен, студенерский. Мынаны көтерсе қат жүреді екен, В общем, қалай ойлайсыңдар? Өз пікірлерін жазып кетіңдер. Не де болса бір достойный жарыс болайын деп тұр. Дауыспен қорқытып жатсың ба не? Брат, бізге дауыс емес қой. Бізде машина қат жүрсе болды. Дауыс не показатель. Громкий, но безопасный ма не? Машина жүреді. Құнын айтшы бұл көліктің. Құны 90 миллион тұрады. Рыночный бағасы. 90. Менің 2 Мерсімнің бағасы. Енді біреу Porsche ұтады дейді, біреу Мерс ұтады дейді. Главный, аман есен, ешқандай зақымсыз машинаға да өзімізге де зақым тимейтіндей жарыс болсын. Біз арнайы Соколды жалдағымыз келіп жатыр жарысатын жер. Бірақ ол әзірше бос емес. Рулі күшті екен, я? Айда көреміз, а? Ойбай. Жақсы. Прям қиын айту.
Ана выхлоп болған соң, как будто менікінен қат жүретін сияқты сездім ма сондай. Андай, еще салоны кайф, иә? Өзінікі иә кәдімгі, заводская карбон. Бәрі карбон. Міне қараңдар, мен машинам іші полный карбон. Мынау шығады да бит бурмейстер. Барлығы полный пленкада ғой. Бәрі пленкада. Пленкада, бәрі пленкада. Машинаның пробегі 40 мыңға жетпеген әлі. Штраф түсе айтасың, ақиды дейді. Машинаны дайындау керек те маған. Машинаны дайындау керек тағы да. Ой, бағана артына адам сия ма? Мына машина қиын анда досың дейлі қызыңды алып кетіп болса, ташла қызыңды алып кететін сияқтысың ба? Присоска жоқ па не? Присоска жоқ қой бізде. Спорткарларды болмайды. Қаттырақ жау керек па? 90 миллион машинасында присоска жоқ, қате ғой не? Присоска сонда жарысуға мешел жасай ма сонда? Бензин қой қайда? Мына бензин құю керек менде, бензин бітіп жатыр. Потом дөңгелектің несін көтеру керек. Давлениесі ше. Кешегі В общем, тоғаға кіргізу керек дейсің. Мерседеске кайф бермейді екен. Тихону опасно емес. Негізі выхлопты внимание жетпейтін адамдар қояды да машиналарға. Ал Поршта сен кетіп бара жатасың, внимание итак аласың да. Жерде сүзіп келе жатқан сияқтымыз ғой. Қазір мен 22-ден иншалла 23-ке боламыз осы жылы. Осындай жасында, осындай 90 миллиондық Porsche мінеді. Екі машинасы бар, тағы бір байқасы бар, оның өзі қымбат тұрады еще. Айына миллион теңге квартира снимать етіп тұрады. Базар жоқ, красавчик. Адамдар андай машинаны негізі кредитқа или соңғы ақшасын алады ғой. Негізі мен ондай вообще кеңес бермеймін. Соңғы ақшаңа кредитқа машина алуға, признание үшін, окружение авторитетін алу үшін ондай істеу керек емес. Бұл менің финансовый совет. Короче, бұның айына 350 мың теңге кетеді екен машинаның майын ауыстыру үшін. Дауысы бөлек, ә? Бұл еще мотор көтінде ғой? Иә, артында. Сосын арттан дауыс шығып тұр, выхлопке ойлап жүр ғой болсам. Постоянно жүз қоясың ба? Өте әдемі машина, өте қатты жүретін машина. Мен бұның барлығын сіздер үшін, сіздерге қызықты контент болу үшін осылай бәрін түсіріп жатырмыз. Сендер қолдаған сайын, біз одан сайын қызықты нәрселер түсіруге тырысамыз. Бірақ главный ешкімге зақым келтірмейтін, главный ешкімді жамандыққа апармайтын контент болу керек менің тарапымда. Короче, бізде уже ертең Алла қаласа жарыс болады. Еркешпен. Машина дайын. Дайын ба? Дайын ғой 100%. Машинасын өте жақсы дайындады. Сразу шығады, көпке созбаймыз. Сразу саламыз ютубқа. Жадан пап, не дейсіз? Мынаның бірдеңесін істеп тастайын ба? Құлап. Жоқ, олай болмайды. Сен замершсан кезде Астанада шығардың ғой? Иә. Алматыда по-любому басқаша жүреді. Қойш? По-любому басқаша жүреді. Погода рөл ойнайды да. А мен енді характеристика бойынша қалса да старт алып қоямын. И бұл Алматы погодасына қарай жасалған да машина. И плюс жеңіл машинасы. Жеңіл, иә. Не де болса достойный соперник болайын деп тұр, енді қызық болады. Опа. Короче, гонкаға мен енді олдас қайтып жатырмын. Менікі дайын тұр ақшам. Сенікі дайын тұр ма? Мен шотқа жіберемін. Шотқа? Иә. Проблема емес қой? Жоқ, проблема емес, брат. Еркекше ұтыламын, беремін, брат. Ну, 2 миллион, 3 миллион, в общем 5 миллион ғой. Қайда? Бұны Россиядан емес, Европадан қойдырдық прошивканы машинаға. Бай-бай прошивка, короче. Метанолмен жүретін болады машина гонка күні. Қалай, не дух сындырсам болады. Еркеш сыйлық алып келді. Ағамызға алып жатыр. Ағамыз. Ай, бәрекелді. Подарок чувствую десең. Нағыз аға. Аяқ киімнің коробкасы сияқты екен еді. Өскен сияқты сразу ашамыз ғой біз. Мама. Размерін көріңізші, примерно көзбен өлшеді мен. Жан слишком хороший болып қалды. Не жерлерін қаттап сапты. Нормально прическа ғой. Жоқ, несі жаман айтыңдар. Бас не, жұмыртқа бас болып қалды ма? Иә. Ойбай, сағаты мен жүзігін неужели тағып шықтым нағыз. Просто ертең жарсам ғой, сол кезде шашым лишний вес болмасын деген ғой. Ойбай. Еркебұлан деген Алматыдан Porsche мінген жігіт вызов тастап жатыр. 5 миллион теңгеге жарсасын ба дейді. Ақшалары қалталарына сыймай бара ма, түсінбеймін негізі. Вызов тастайтындар. Мерсімді алу өте қиын қазір. Сен барасың ба мен қолдауға? Иә, барам. Жарсайын деп отырық, енді қызық болады, көреміз. Еркешке айтыңдар, 5 миллион теңге лақтыра берсін. Егер де Алла қаласа сол ақшаны ұтып атсам, қайырымдылық жасаймын. Дедомға барайық. Балалар үйіне ма? Иә. Бұйырса балалар үйіне барам ұтсам, иншалла. ННН-мен жарысқан кезде мен машинамда бір ошибка болды. Сол ошибканың кесірінен менде 100-ге дейін, білесіңдер ме, қанша секундта жүрді? 5-5 секунд. Міне қазір видеосын қоям, қараңдар. 213 кузов, Е63, сток, едем. 60.
Сосын уже ремонттан кейін 3-5 секунд жүрді. Мерседес 213 после ремонта, сток, едем. Бәсе ойлап қоямын, неғып мен қалып жатырмын сонша деп. Оказывается, ошибка болыпты. Бұл енді ешқандай да ақталу емес. Ұтылдым, мойындаймын, бірақ тексермей барған өзімнің кінәм ғой. Ал осы жолы енді мен ешкімді кешірмеймін. Кім қалай келсе де, еркештен кейін дайындала беріңдер. Жақсы жүріп тұр машинасы. Әдемі жүріп тұр екен. Иә, қатты. Ерекше жүріп тұр. Қалай? Енді жарысуға болады. Жарысасың ба? Давай, Нұреке, мен 10 миллион салайын, сен 10 миллион сал. Көрейік. Біздің составты көрсеңдер шок боласыңдар. Бүгін таңғы сағат 7:30-нан тұрып біз өзіміздің үлесімізді елімізге, жерімізге қосамыз деп шештік. Тазалыққа мән беретін болдық бүгіннен бастап. Жанымызда эненен ағамыз бастаған көш. Қалайсың, молодец. Астанада келіп тазалап отыр. Короче, Гранд паркқа киінуге келдік конкретно. Стильді өзгертуге. Бірінші бас жуып алайық. Бека қалай? Тема. Суғы жап деймін маған. Мол. Өзім не атам? Сүлгі беріңдер. Шашты реттеп алдық. Образ таңдап жатырмыз. Дерзкий бір магазинға келдік. Ну, қалай? Қана бір цитат айтшы. Никого не бойся. Если мечется кто-то, скажи фамилию. Сен періште ме шайтан сияқты болып тұрмысың. Мына магазин бір жақсы жері, сразу образдар дайын тұрады екен. Ал екінші образды киіп көрейік енді. Опо, мынандай бір образ бар. Хоппа. Четко, иә? Мынандай бір образ жинадым өзіме. Қалай? Аккуратно ма? Шашымды алып тастағаныма сәл-пәл өкінгенім бар енді. Бүгіндікке жетеді осы киімдер. Не болды екеуін бір қызға таласып? Қайсы қызға? Мен адам құсап шақырып отырсам, сразу кетіп отырмын. Қыз да менің кеткісі келіп кетпейді. Ойнап айтам. Үш образ алдым. Кайф магазин. Андай вкусы жоқтарға келіп өздері образ жинап береді ғой, короче. Ұнады маған сол. Мен де жоқ еді да, бірақ мен оверсайз бүйтіп киіп жүремін ғой. Вкусы барлар келмеңдер. Кешіресіз. Телефоныңызда қанша процент заряд бар сізге видео түсірейін дегенім? 1% қалды. Давай онда сізге 1 секундтық видео түсірейік. Ахи, негізі андай жігіт қой деймін да. Инстаграмда. Жақсы андай. Күшті, имани да андай. Сәл нақа келсе сәл дырылдап қояды екен. Шынайы болсаң жақпайсың. 200-ді болсаң да жақпайсың, түсінбейсің. Өмірде араласы мен анау кәдімгідей араласқан кезде бүйтіп шықсып араласатын адаммын. Мен де просто әркімге ашыла бермеймін. Неме жалып тұрмын да? Хунаке хайрун фи кулли шей. Әрбір нәрседе хайыр бар. Мынау менің басыма 150 жүкті қойып жүрген осы. Еще ол видео 2 миллион просмотрға атып кеткен. Кешір, братан. Бұл рас па айтшы сол? Тоқтасаң күшке алысты. Еще мен оны түсінбеймін ғой. Ана TikTokта бәрі мені отмет етіп жатыр, киноға ша. Сөйтіп бірақ білгенсің ғой. Негізі айыбын ашпайын деген. Бірақ мойындаса бека. Сен бүйтіп ұстайын деген барсы, басынан бүйтіп әкеліп қолыңа тигізіп қой. Алла тағала айтады, қиямет күні андай нәрсе бар, қара. Қиямет күні сол қолымен өзін қандыратын жігіттерге былай деп айтады. Сал, я осы жерін сал. Қолымен өзін қандыратын адамдар қиямет күні қолы 2 қабат күйде Алланың алдына тіріледі, дәл сол күйде Алланың алдына есепке барады дейді. Так что жігіттер, не надо мен ондайдан Алла куә. Міне Алла куә. Ескерту енді. Әдей оқыған ғой бұл. Қыздар көріп отыр. Оны оқыған ғой ол. Оқыған. Не үшін оқыған білесіңдер ма? Жарайды, сен слайш. Сондай достарыңа жіберіп қойыңдар. Бұл цитатик ахи. Никого не бойся. Если мечется кто-то, скажи фамилию. Фамилия или фамилию?
Biz Esentay moldamiz. Almatinskiy переросток. Мынау испанец ахи. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Молда бол балам. Biz Esentay molda жүрміз, Eminem ахи. Esentay molda жүрміз, мынау бомж ахи. Biz tағы да Esentay molda жүрміз, мынау шейх ахи.